санынан бөлшектің бөліміндегі иррационал санынан құтылу үшін бөлшектің бөлімінде тұрған иррационал санды алымына да бөліміне де көбейтеміз. Демек, бөлшектің бөлімінде қандай иррационал сан тұр? Түбір асты 3. Көбейтем түбір асты 3. Өзі түбір асты 3 тұр еді. Дәл соған түбір асты 3-ті тағы да естеймін. Көбейтеді екен. 1 мен түбір асты 3-ті көбейтсек, түбір асты 3-тің өзі. Түбір асты 3 пен түбір асты 3-ті көбейтсек ше? Түбір асты 9. Одан қанша шығады? Түбір асты 9-дан қанша шығады? 3 шығады. Бөлшектің бөлімінен түбір жоқ болып кетті ма? Демек, бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін алымын да бөлімінде аяуын не істейді екенбіз? Сол тұрған иррационал санға көбейтеміз. Тағы да мен мысал келтірем, соған байланысты айтамыз. Ал, кет. Не істеймін? Түбір асты 5-ке не істеймін? Түбір асты 5, түбір асты 5. Сол күйінше тұра береді, а бөлшектің бөлімі қандай болады? 25-тен қанша шығады? 5 шығады. Ал егер де санның алдында коэффициент тұрса ше? Дәл жаңағыдай, тек иррационал санды көбейтеміз. Немесе екеуін де көбейтсек болады. Түбір асты 2 бөлеміз. 2 көбейтілген түбір асты 2 көбейту түбір асты 2 бола ма? Ал ары қарай 3 түбір асты 2 тұра береді. Ал бөлімде мынадан қанша шығады? Түбір асты 4, түбір асты 4-тен 2 мен 2-ні көбейтеміз 4. Яғни иррационал санның алдында коэффициент тұрса да, одан да құтылуға болады екен. Және де бұның қосынды түрінде бар. Мысалы, ондай жағдайда түйіндесіне көбейтеміз. Қараңдаршы. Бөлшектің бөліміндегі иррационал саннан құтылу үшін берілген өрнектің түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі дегеніміз дәл осы өрнектің қосындысы. Қазір азайтындысы тұр ғой, азайтындысы тұр ма? Енді оның түйіндесі қандай болады екен? Қосындысы. Демек, 3 жақша көбейтемін. Түбір асты 2 қосылған түбір асты 3. Себебі ол мынаның несі? Түйіндесі. Сол күйінше жазып алам. Түбір асты 2 азайтылған түбір асты 3 деп. Және оны тағы да неге көбейтемін? Түйіндесі, яғни түбір асты 2 қосылған түбір асты 3-ке көбейтемін. Бөлшектің бөлімі байқасаңдар не болып қалды? Қысқаша көбейту формуласы болып қалды. А минус Б, А плюс Б, ол қандай еді? А квадрат азайтылған Б квадрат. Яғни мұнаның барлығы А квадрат азайтылған Б квадратқа жинақталып қалады дағыны. Түбір асты 2-нің квадраты азайтамын түбір асты 3-тің квадратын. Дұрыс па? Квадрат пен түбір не істейтін еді? Қысқаратын еді. Сол кезде не қалады бізде? 2-ден азайтамыз 3-ті қалады. Ал алымын сол күйінше көшіріп жазып қоя салсақ болады. Себебі ол еш нәрсемен қысқармағандықтан, қысқаратын жағдай болса, қысқартатын едік. Ары қарай. Алымы сол күйінше қалады. Бөлімінен қанша шығады? 2-ден 3-ті азайтсақ? Минус 1. Демек, мына астында бір қалып деген сөз, сол санды өзіне бөлсек, өзі шығады, сол кезде бізде не жоқ болып кетеді? Бөлшек жоқ болып кетеді ғой, былайша айтқанда. Бөлшектің бөлімінен 1 шыққандықтан 3-тің алдына қанша қоя салам? Минус қоя салам дағына, біздің өзіміздің жақшамызды көшіріп жаза саламыз. Түсінікті ма? Бөлшектің бөлімінде қосынды немесе азайтынды иррационал өрнек тұрса, не істейді екенбіз? Алымын да бөлімін де түйіндесіне көбейтеміз. Қараңдаршы, 2 түбір асты 7. Мұнаның ішіне кіру үшін кім болып кіреді? 4 болып кіреді. 4 көбейтілген 7. Демек ол бастапқыда кім болған? 28 болған. Біз оны көбейткішке жіктегенбіз дағыны әдемі түрін алып болғанбыз 2 түбір асты 7 деді. Себебі түбір асты 7-ден иррационал сан шығып кететіндіктен, оны біз ықшамдап 2 таңба алсам емес, 1 таңба алсам жазып қояйықшы деп. Мынау ше? Қанша еді жаңа? 3. Мынаның астына кіру үшін қалай болып кіреді? 4 болып кіреді. 4 көбейтілген 3. Демек ол бастапқысында кім болған? Түбір асты 12 болған.
түсіндік па? А шығу үшін наоборот, квадрат болып шығып кетеді, шығу үшін. Мысалы,